По-любому мына больницадан шығу керек. Бұдан бір жерің жазылса, екінші жерің жазылса, үшінші жерің ауыра беретін сияқты ғой. Оның үстіне мен де бүгін таң атқанша шыдасам жаман емес. Қатты ауырып тұр машин, жаным көзіме көрініп тұр. Давлением көтеріліп, аңқылдап, жүрегім айнып, бала көтеруге шамам жоқ болады. Жұмысына ертең шығамыз ба деген кезде мынау бүгін 3-ші рет өтіп жатыр анандай болып. Бүгін 3 өтіп бастап кетті мынаның. Қазір 3-шісін өтіп жатты мынаны қара. Ой, в общем, таңға ұйқы жоқ, сағат 8:30 болды, мен әлі ұйықтаған жоқ. Ұйқым просто жоқ. Уайымнан ба білмеймін. Бүгін бетім ісіп, түрім ауған деп тұрған. Ұйықтамағам. Баламды, мамамды ойлап әбден жылап алдым. Не болып кетті өмірі. Шым деген мындай бір қалай айтсам екен. Тревожное такое состояние. Кстати, Оралда әлі қараңғы. Таңғы сағат 8:30-да. Бізде уже жарық қой. Сол ұйықтамай отырмын әлі. Ұйқым жоқ вообще, ұйқым жоқ. Ұйықтай алмаймын вообще. Қайырлы кеш тағы да. Бүгін кешке қарай тойға келіп қалдық. Заман тобы болып. Қасымда Бека досым. Қайырлы күн, қалайсыздар? Күндеріңізге әдеттегідей бір сәттілік тілеп қояйын. Біз сол студияға келіп, бәріміз дайындалып отырмыз. Біздің студия. Бір кісілер студияны көрсетіңізші деп. Бізде осы енді студия, бәріміз отырмыз, дайындалып. Бүгін қандай қызықтар болады екен деп кішкене предвкушениеде отырмын. Потому что бізде күнде эфирден неше түрлі қызықтар болады ғой. Күтпеген жерден андай күтпеген жағдайлар болып жатады. Сол бүгін жалпы образым қалай болып тұр. Кішкене бір ерекшеленіп жүріп көрейінші деп өзім енді әдеттегіден сәл өзгеше болғым келіп жүр. Что-то сондай бір настроение болып жүр менде. Мүмкін бір үміткер кеп қала ма деген бір ой ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, сахабаларымыз не деген ауыр сөздерге шыдаған ғой деймін да. Енді қаншама адам бар, қаншама ой бар, қаншама мнение бар. Енді мен бір жағынан сабақ беремін, альхамдулиллах. Бір жағынан қазір білесіздер, тауар сатып жүргенімді. Осы тауарды сату арқылы тоже адамдарға пайдалы болғым келеді, умраға жолдама сыйлағым келеді да. Шынымен де күнде қаншама клиенттерді көресің. Жазықсыздан жазықсыз жаңағыдай жаман сөздер жазып жібереді, қарғап жіберетіндер бар. Хотя дым істемейсің, бірақ альхамдулиллах, өйстіп тәрбиеленеміз, өйстіп көркем мінез дегенді біз өзіміз қалыптастырмасақ, ешкім келіп бізге көркем мінез жасап бермейді екен. Күнде тәрбиеленіп жатырық, альхамдулиллах, шүкір. Мен әрқашанда айтатыным, мен құлмын, мен Аллахтың құлымын, мен қателесушімін, мен ондай бір керемет адам емеспін. Мен де нәпсіммен күресіп жүрген адаммын да. Альхамдулиллах, бұрын нәпсі деген не, ниетті қалай туырлау керек, қалай Аллахқа жақындау керек, бұрын менің де хабарым болмағанда. Альхамдулиллах, қазір Аллахтың қалауымен шынымен де ниетті туырлауды, нәпсімен жұмыс жасауды, аузбилляхқа еріп кетпеуді, аузбилляхтың нәпсінің айтқанын істеп кетпеуді, барлығын Аллахтың қалауымен үйреніп жатырмын. Шүкір Аллаға, сол үйренгенімді сіздерге беруге тырысамын. Аллахқа сан-сыз мадақтар болсын. Мен негізі сабақ берем, білесіздер, ол сабақта мен сөйлеймін ғой, сабақ беріп жатқан кезде аузымдағы сөзімнің өзі, мен өзім керемет білімді болғаннан шықпайды. Ол сөз Аллахтың құдіретімен ғана шығады. Бүгін остеопатқа барып азына массаж жасаттым. Сәл нюанстар бар екен денемде, сол алып. Алты процедурама жасайды екен, прям әшейін қарапайым нәрселер істетті. Соның өзінде миым демалып, миыма кислород барып ұйықтап қалған ғой. Соңына қарай. Сол енді әр курсы, әр сағаты 35 мың теңге екен. Маған 2 сағаттан келесі деді, 5-6 процедура қабылдай істеді. Сол
енді байын деп жатсам осы нәрсе шығады ғой. Енді байын десем мен уходовый косметикам таусылып қалады, оған 3 мың теңге ақша. Енді байын деп жатсам витаминдерім таусылып қалады, оған 500 мың, одан көп кетеді, надо пол алатын болсам. Енді байын деп жатсам аренда, отопление, қыздардың айлығы, короче, қашан байын мен. Сол телефон сыңар телефон экранын әлі жүрмін. Айтқым келген, короче, менде ол нюанстар екі қабат кезде дұрыс күтілмеген екен. Ішкі органдарында аяқта нюанстар болған. Оның бәрі екі қабат кезде босаған екен, күтілмегеннен пайда болған. Менің мамам Таиландтан келсек, осылай әдемілеп ет асып қойыпты. Соң бізді шақырып, қарнымыз ашып, ет жегіміз келіп тұр дегенді ести салып, етін салып, бізге ас болсын. Кеш батқанда ет жеп отырмыз. Кеш достар, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Біздің отбасымызда тағы да бір керемет қуанышты жаңалық. Осы жолы келіншегім көлік алды. Тағы да бір гараж десем болады. Өте қатты қуаныштымыз. Ол нәрсе кеше болған болатын. Келіншегімнің реакциясын, қалай болғанын бәрін соңғы рилстан қарап көрсеңіздер болады. Аллаға мыңда бір шүкір. Бәріңізге жақсы болсын. Мен негізі білдім ше, осы видеоны салған кезде адамдар неше түрлі жазатын, которые это нормально, біздің де басымыздан өтті деп позитивно қарап жатқан адамдар бар. И оның ішінде, которые прям неше түрлі қызыма диагноз қойып тастап, қызым басы тимейді, там, менің балам бүйтпейді, менің балам сөйтпейді, это ненормально деп жазып жатқан жандар. Бұны қандай оймен салдың деп. Негізі бұл видеоның астында ешқандай бір философиялық ой или болмаса бір қыздың басында неше түрлі бір диагноз бар деген сөз емес. Любой балада ондай нәрсе болады. Это нормально. Жаңағы мен ваннаға түсіп жатқам. И бұл қайта бір есікті бүйтіп аша берді. Сосын ай медикай бараняқа деп ұрысқам ғой. Сосын бұл шыққан, отырған, оны жаққан. Это нормально. Даже мектепке барғанда да шыдай алмай бұтына жүріп қоятын балдар болады.